Hey барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен сол әдеттегідей Олжас достар. Біз бүгінгі видеода выживаниямызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ал сіздер құры отқанша лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен өзімнің видеомды бастаймын. Go day. Ал біз алдыңғы бірінші бөлімде осы жерден аяқтаған болатынбыз, және де мен видеоны бастамай жатыр өзіме железный мечпен және железный ботинка жасап алған болатынмын. Мінекей біздің темір қылыш және де бізде мынандай железный ботинка жасап алған болатынмын. Және де осы шахтаға сәл түсіп мен деген 10 железа тапқан болатынмын. Ал енді бізге осы жерден маған каменный кирка жасап алу керек. Әйтпесе менде дәл қазір ағаш кирка екен, ағаш кирка енді ол болмайды, енді ол өте жай қазат. Мінекей мына жерден жол істеп қойған болатын. Айтпаштай мен лазурит тапқанмын, айтпаштай. Мінекей бізде лазурит. Бізге жерге түспес бұрын ең алдымен факел жасап алайын. Факел ең маңыздысы болады ол бізде. Алдыңғы бөлімде факел деген сөзді айтамай тұрғаным үшін кесімді сұраймын, кешірім. Так, мінекей мына жерде мен баспалдақты жасап қойған болатын, кішігірім мініп түсуге деген баспалдақ жасап қойған болатын. Так, достар, мен мына жерде железаларды көріп тұрмын, жота осыларды алып алайық. Бұл железалар бізге өте қатты керек. Мына жерде тағы да железа бар екен. Негізінде мына шахтада железа деген өте көп екен. Железаның көп болғаны өзімізге де жақсы, өйткені алдағы уақытта біз әртүрлі көптеген құралдарды жасаймыз, сондықтан да бізге железа өте қатты көбі керек. Так, достар, бандегі шахтада бандегі қазған железадан басқа ештеңе жоқ екен. Енді мына тұрған шахтаның астына түсейік. Так, мына шахтаның астында не бар екен өзі? Опа, nerede уже железа табылды. Железа деген негізінде мына шахтада шынымен де өте көп. Ё-моё. Емайт. Мына криперлер ше, күтпеген жерден, ойламаған жерден шығып қалады ше. Осы жер жаман ше Майнкрафттың. Ана криперлер деген. Охо, мына жақта лазурит жатыр екен. Лазуриттер енді өте қатты керек болады. Ал мінекей достар, үйтіп жай-жаймен астыға да түскен болатымыз. Ё-моё, мына жақта қаншама зомби бар мына жақта. Мынаның бәрі мені күтіп тұрған ба? Қалай мына жақта зомбилардың спамында болу керек қой. Мыналардан сақтан, менде үстіге мініп алып бұларды өлтіру керек қой. Ё-моё. Қалай ұрып үлгерді? Так, жетпей жатыр қолымыз, мына түсейік. Так, мына жерде жауып қойайық. Сақтықта қорлығы жоқ деп жауып қойайық. Бұларды аямай өлтіреміз. Ал болдығы барлық зомбиді өлтіріп, ал енді ана жақта қанша 4 зомби ма, 2 зомби ма келе жатыр екен. Так, бұларды тура бандегідей тактикамен өлтіреміз, үстіге шығып алып. Мәсаған, оны өлет қазір. Так, емін алақа. Өлемгіз. Братан, келсек, жеге ақшаларын берем. Жеге. Так, достар, осы шахтада жүргенімізде жетіп қалар. Енді осы жерге енді өзіміздің жаңа және ыңғайлы үйімізді салып қойайық. Әйтпесе мына болмай кетті негізінде ше. Қазір мен үйімнің схемасын құрып алайын, ойланып алайын. Сосын видеоны қайта қосатын болдым, қазір ұстыпқа қоямын. Общем, достар, үйді 4-1 шығып салатын болдым, өйткені маған ешқандай идея келмеді үй салуға деген. Егер ютубтан салып, ютубқа қарап салайын десем, өте көп уақытым кетіп қалады. Бізде ағаш бітіп қалды, ағашына келеймін қазір барып, тез-тездеп. Ал болды қал ағашына, жоқтырды ағаштарын барлығын сындырып әкелдік осы жерге. Әйтеуір 59 ағаш сындырып алдым. Енді осы 59 ағаш үйімізді жасауға жетіп қалар. Ал енді үйіміздің бұрыш-бұрыштарын осындай дуппен істеп шығайық. Өйткені үйіміз әдемі көріну үшін жасаймыз бұны. Хотя бы 4 бұрышта болса да, ең бастысы әдемі болып тұрса болды.
бізге сол жеткілікті. Үйіміздің полын да салып болайын деп қалдық. Мына соңғы блоктар енді полдынан сындырып алайық. Біздің полымыз бітті. Ал енді үйіміздің қабырғаларын осылайынан биік қып көтеріп шығайық ал енді. Ал болды қабырғаларын көтеріп ал енді мына жерге екі есіктің орнын жасайық ал енді. Осы екі есіктің орнын жасап болғаннан кейін бізге үйдің потологын жабу керек болады. Айтпасам қалай паук дегендер өте тез әрі оңай мініп кетіп бізді өлтіретін болады. Бірақ біз пауктердің оңайлықпен өлмейміз, біз өйткені өте мықты адамбыз деп қоямыз бәрінше айтқанда. Ал енді көп сөзбай онаны потологын жауып тастайық. Так, мына блоктар блоктардың бәрін қайта қойып тастадым. Мына алып тастайын, қазір әдемі емес болып қалады. Так, алып тастайық. Ал енді тағынса жауып тастайық. Хоп деп хоппен бітірсең видеоны. Так, достар, бізде ағаш деген бітті. Енді ағаштарды әкелу керек. Ең бірінші ағаштарды әкелмей тұрып, мына жерге печкелерімізді қойып алайық. Печкелерімізді ерген көмірлерді так бөліп салайық. Көмірлерді 14-14-тен аған біреуін салам. Ене жерге железаларды қайнатып қоямыз осылайынан. Так, ал енді мына бетке тамақтарды қайнатамыз. Бұл жерге сиырдың етін қойып қояйық. Бұл сиырдың еті қайнай берсін. Кроватты хоп еткіз бош жерге әдемілік қоямыз. Так, бізде бізде мынандай торговля жетел шығыпты ғой. Так, бәнау бір изумрудқа 2 земля берем деймін. Сен вообще ұятың жоқ қой сенің. Еще 5 изумрудқа 1 саженец берем. Неғылған ұятсыз жетел. Так, опана қойларды өлтіріп тастайық. Так, тауық бар екен, тауықты да попыты өлтіріп кетеміз. Қойларды да өлтіріп кетейік. Ал достар, біздің осымен өзіміздің выживаниямыз соңына да жетті. Келесі видеода біз үйді аяқтайтын боламыз, және де егіншілік мал шаруашылығын жасайтын боламыз. Егер де сіздер келесі бөлімін қалайтын болсаңыздар, ал сіздермен бірге боламын Олжас, қош сау болыңыздар.